Мен енді босқа уақыт оздырмайын, бекерге жоқты барды сөз қылмайын, үстелге отырайын қалам алып, жұмыс бұл таусатын көздің майын. Ақынның заман артқан жүгін білсе, арман не кеше жылап, бүгін күлсе, ешқашан үміт үзбес ертеңінен, харамдар сүріндірсе, түңілдірсе, сырласып алғаннан соң қаламымен, қуантып елді әрбір қадамымен, мың шүкір дейді жаббар иесіне, бұйыртқан баба сыйы даланы кең. Ассалаумағалейкум ағайын, біз бүгінгі хабарымызда қазақтың бір туар ұлы телегей талант иесі Қайрат Жұмағалиев туралы айтатын боламыз. Қайрат Жұмағалиев 1937 жылы 16 қыркүйекте Батыс Қазақстан облысы Орда ауданы Жүйеқұм ауылы Бесқұдық елді мекенінде дүниеге келген. Қаршадайынан өзінің өміріне өнерді серік еткен бала Қайраттың балалық шағы қиындықпен өтті. Қайрат аға құнтақта жатқанда кенеттен дертке шалдығады. Анасының әлдейіне көнбей, мазасы кеткен сәбидің шаршағанын сезген анасы оны тербете береді. Бірақ сол күні олардың үйіне бір күйші қонаққа келіп, жылаған баланы домбыраның сыңғыр үнімен жұбатпақ болады. Жаңағы күйші күйді тарта беріпті, бір күйден кейін бір күйді тарта берген, бір уақытта жаңағы қалтсыз жатқан мен сол күйшіге қарап, бүйтіп бұрылып қарап. Күйшінің аты Айбас екен. Сосын күйші айтты, жоқ, мына балаларың өлмейді. Бұл ұзақ жесін. Осы қызықты, рахатты осы баладан көресіңдер деп. Әулие кісі екен, Құдайға шүкір. Бірінші Алла, екінші сондай тілеуқор, ақ тілек айтқан кісілердің арқасы болу керек. Солардың тілегі қабыл болған болу керек. Ері басып жүрміз. Сөйтіп қасиетті қара домбыраның үні дем берген сәби тірі қалады. Бұл да Алланың маған берген үлкен сыйы болса керек дейді ақын өз сөзінде. Бірақ сол кезде бала Қайратты алдан тосқан талай тосынсындар көп еді. Туған жерден Капустин яр полигонының ашылуы салдарынан ол анасымен бірге жырақтағы Шымкент облысына көшірілді. Мектепті осы облыста бітірген ол Алматыдағы іргелі университеттердің біріне филология факультетіне оқуға түседі. Аталмыш білім ордасын ойдағыдай аяқтаған жас жігіт алғаш еңбек жолын жазушы баспасында кіші редактор болып бастайды. Баспада бірнеше жауапты қызметтерді атқарып, бас редактордың орынбасар лауазымына дейін жоғарылайды. Бұл аударма редакциясында істеді. Аударма редакциясы дейтін шын мәнінде нағыз әдебиеттегі ең бір еңбекті көп қажет ететін, білікті қажет ететін, орнықтылықты қажет ететін сала болады. Соның ішінде жүріп бұл классикалық поэзияны көп аударды. Оның ішінде антикалық әдебиеттен аударатындардың ең аз аудармашылардың біреуі деп есептейміз. Атақты Медені қазақша аударды. Қысқасы, бұл жастайынан еңбек істеп, жастайынан ерте танылды. Махаббатсыз дүние бос демей ме Алып абай? Сол Алматыда арман қуып, талай арудың жүрегін жаулаған ақынның жар таңдап үйленуіне де осы достары себеп болған. Бесікте тербетіп отқан кішкентай баламыз бар бір жылдан кейін. Сол баланы тербетіп отқанда бесік жырын айтқызамын. Онда айтамын, Қайрат әулет деген ақымақ, әулет деген менің балам. Жатып алып бақырат, қашан жігіт болады Қайраттан бұрын қатын алып деп білем. Қысқасы, Қайраттың сол үйленуге беттеуіне де біз бірінші себепкер болдық. Осылайша жүрегі сырға, жырға толы жас ақынның таңдаған жұбайы София Нығметоллақызы болды. Оның қазақ қыздарына тән тәрбиелілігі, сыпайылығы мен қайырымдылығы ақынның жұдырықтай жүрегін тез жаулап алды. Қайрат ағамен ең алғашқы кездесу туралы София апайдың өзінен сұрағанбыз. Әуелде танысқан уақытта қанша өзінің танитын адамдардың сөйлесуіне қарап, соның адамгершілікті екенін байқадым. Иностранная литература деген журнал болды, ол сатылмайтын былайғы жерде. Сол осының қолында жүреді, оқып жүр. Сол туралы ішіндегілерін айтады. Сондай енді бір әдеби туралы әңгімелер болғанда сондай менен сөйлесіп жүріп, танысып кеттік. Жас кезімде би жақсы көретінмін. Сол Шемпиде сонда танысып, кейін оқу бітіргенін күтіп жүріп, сосын қосылдық қой.
Бүгінде Қайрат Жұмағалиев жұбайы София Нығметоллақызы екеуі 7 ұл қыз өсірді. Екеуі де жұмыс басты болғандықтан оларды Қайрат ақынның анасы Жаңыл ханым апа тәрбиеледі. Балабақшаға бергізбеді. Немерелерінің қазақ мектебінде білім алуына да Жаңыл ханым ана тікелей ықпал жасады. Мені әке-шешемнің тәрбиесінен кейін соғысы екінші анам тәрбиелеп, ол кісінің қолында, мен өзімнің ата-анамның қолында болғаннан да ұзақ болған екенмін. 32 жыл бірге болдым. Жақсылығым болса асырып, енді кемшілігім болса жасырып дегендей, осы жұрттың алдында, қонақтардың алдында сөйтіп отырғанын көргенде, соның өзі тәрбие ғой. Өзің түсінесің, түсінетін адам түсінеді. Кезінде бірге қызмет атқарған ақын жазушылар бас қосқанда әлі күнге жас кезіндегі қызықты жайттар туралы әңгімелеседі. Сондай қызықты оқиғалардың бірі туралы жазушы Әбіш Кекілбаев былай дейді. Бір күні үйге хабарлассам апама, балам қайда? Жоқ. Ол сізге керек отыр ма? Керек отыр. Неге? Ауылдан сондай бір керемет соғым келіп еді, барлығын жылы жаздың бәрін асып қойып едім. Келіп баламды күтіп отырмын, жоқ, табанға хабарласқан жоқ деп сөйдеді. Онда сіз асықпаңыз, отыра беріңіз күтіп, балаңды мен тауып әкелемін деп сөйдеді. Сөйтіп мен кеңсеге барып, Қалихан Ысқақовты, Асқар Сүлейменовті, Сейфулла Оспановты, Жұмекен Нәжімеденовтерді бәрін жиып алдым. Сөйтіп екі таксиге отырып, Жемпидің алдына келдік. Жемпидің алдына келсек, Жемпидің демалыс күні бүй жүріп жатыр екен. Ішке кірейік десек, сырттан ешкімді кіргізбейді. Ол кезде мен Денешілер Жас газетінде бөлім бастығы болып істейтін, сол документімді көрсетіп, ішке зорға өттім. Сөйтсем, бүйді басқарып жүрген бір әдемі қарындасымыз екен. Сол алдымыздан шықты. Ағайлар сізге не керек деп сұрады. Бізге Қайрат Жұмағалиев деген біреу керек еді дедік. Ол нағылған кісі деп сөйледі. Ол соның нағылған кісі екен бізде біле алмай тұрмыз. Жаңа біздің жұмыс орнымызға соның әйеледім деп 3 баласын ертіп, ауылдан бір әйел келді, Жамбыл облысының бір ауыл жерінде тұрады екен. Соған күйеуім тауып бер деп осында ертіп келді. Өздері сыртта тұр, ішке келуге ұят болады деп мен кіріп тұрмын. Ал сол Жұмағалиев осында билеп жүр деп естиміз деп сөйдеді. Жаңағы қыттық басып қарындасымыз кетті, барды хабарлады радиодан, микрофонды алып жіберді. Осында Қайрат Жұмағалиев деген біреу бар ма? Бар болсаңыз шығып кетіңіз. Есіктің алдында сізді 3 баласымен келіп әйеліңіз күтіп тұр деп жар салды. Соны естіген бойда мен теріс қарай заттым, кері қарай. Бір уақытта қарасам, сыртынан оқтай ұшып біреу шыға келді. Ол Қайрат еді. Келді де есіктің алдына қарады, екі үлкен такси тұрғанын көрді. Сосын алдыңғысына қарай жүгіріп кірді. Кірген бойында жігіттер оны басып ішке тығып алып, кіргізіп, сөйтіп екі таксимен күтіп отқан апамызға барды, Жаңыл апамызға. Сол апамыз қарсы алды. Сөйтіп сол күні түнде жаңағы Қайраттың үйленуге бетін бұрдық. Қайрат Жұмағалиев ана мен бала, махаббат пен достық сынды бірнеше тақырыптарға қалам тербеген ақын. Оның ақырғы матч, беймаза бақыт, Шам шаһарында, Самардың сарша тамызы, дос құшағы поэмалары, құрақ көрпе, хат жепсуд, батыр туралы баллады, журналист балладылары көзі қарақты оқырманға жақсы таныс. Алғашқы өлеңдер жинағы тұңғыш 1964 жылы жарық көрген. Бір қатар шығармалары бірнеше тілге аударылды. Қайрат аға француз, моңғол ақын жазушыларының романдарын қазақ тілінде сөйлеткен ақын. Шайыр өлеңдеріне көптеген әндер жазылған. Өзін-өзі қалыптап шыққан шоғырлардың біреуі осы біздің Қайрекең. Қайрекең адам ретінде де өзінің табиғи мінезін жоғалтпаған. Өте кішіпейіл, қашанда өзін кішік ұстайтын, үлкен сөзді пәс айтатын, ірі сөзді ұлпа айтатын, қазып сөйлемейтін, қажып сөйлемейтін, қазып сөйлейтін азамат ағамыз. Қайрат Жұмағалиевтің анашы мәні бүгінде иісі қазақ қауымына етене таныс.
Ақын бұл әнді өзін өсіріп жетілдіру үшін жастайынан тағдыр тауқыметін тартқан анасына арнаған. Жаңылғаным Бөкен қызы отбасында 11-ші перзент болған. Ана осы ұлдың тілеуін тіледі. Баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Ал баланың қамқор анасына деген махаббаты жыр боп өрілді. Анашым өзі ақын кісі ақын болатын. Бағжан бағын ақындар көп қой қазақта. Жазушылар, журналистер көп қой. Содан ән салып отыратын өлеңдетіп. Ана тау, мына таумен төтелейін, сары інген сандық салып жетелейін. Құдайдан сұрап алған қайратым-ау, Құдайдан сенен артық не тілейін дейді. Сонда бар мақсаты, арманы, үміті, тірегі сенімі жалғызымен ғой. Ақынның анашым әніндегі анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген ақ сөйлемі әнсүйер қауымның жүрегін елжіреткен рас. Бұл әннің сазын жазған әйгілі әнші, сазгер Марат Омаров өз туындысына талайлаған ақынның өлеңдерін іздеп, бесігімен әлемді тербеткен анаға арнау шығарғысы келеді. Бірнеше ақындарға бардым. Бірнеше ақындарға барып, осылай айтып, жас ақындар болды. Енді мен өтірік айтпаспын, бір 10 шақты ақындарға бардым. Енді жалпы өзім қатарлас бір радиода жүрген жігіттерге де барып, ең соңында келіп Жүрсін Ерманов ағамызға келдік. Одан кейін Құсман ағайға көрсетіп, Еңліхан ағайға келіп сұраған кезімде Еңліхан ағай айтты: "Айналайын Марат-ау, сені алыстан не қыласың іздеп, мына Қайрат ағам бар ғой, осы пәлен редакцияда редактор болып істейді. Сен Қайрат ағаңа барып көрші" деп. Қайрат аға, енді өзіміз қарт жайықтың қасына келіп, бүгін сізден сұхбат алғымыз келіп отыр. Жалпы осы өзіңіздің алда қойған мақсаттарыңыз туралы кітап жазып жатыр, кітап шығарғалы жатыр Қайрат аға, өзінің 75 жасында деп естіп жатамыз. Сол кітабыңыздың атауын және де онда көбіне қандай өлеңдер болады, сол туралы айтып өтсеңіз қысқаша. Жалпы жайықты қарт дегенге мен келіспеймін біріншіден бағда. Өйткені ағын суды арамызға жоқ дейді ғой қазақ. Жайық әрқашанда жас қой. Өйткені қимылды үстінде ғой. Менің де жаңа кітабыма енген біраз өлеңдерім осы жайық туралы, нарын құм туралы, кең байтақ даламыз туралы, осы батыс Қазақстанның халқы туралы. Одан қала берді мына қазір адам да өзгерді, қоғам да өзгерді. Өткен ғасырдағы кеңес заманы емес қазір. Қазір басқаша. Қазір адамдар өз алдына бір түрлі тек қана өзінің ғана қамын ойлап, өзінің басын ғана күйттеп, өзімен өзі кеткен сияқты әсер қалдырады кейде ма. Байлауға келсе де күрмеуге келмейтін бір қиын кезең мен өтіп келе жатырмыз. Құдайға шүкір, қазір бұрынғыдай емес, қоғам тәуірленіп, халқымыз кішкене қоң жинап, көңілі көтеріңкі қалыпқа келіп қалдық. Ол үшін шынында да ең бірінші жауапкерші адам елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев қой. Ол кісінің қайткенде де халыққа болса екен деп, қайткенде де халқымыз еңсесін көтерсе екен деп ойменен басшылық етіп жүр. Мені бұл жөнінде де өлең кітабында, балалар кітабында қамтылған. Қайрат ағаның саналы ғұмырында жеткен жетістіктермен бағындырған белестері көп.
Атап айтқанда, Беларусь Республикасының құрмет грамотасымен, Қазақстан жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен, тың және тыңайған жерлерді игерген үшін, еңбектегі ерлігі үшін, тағы да басқа көптеген медальдармен КСРО және Қазақстан жазушылар одағының грамоталарымен марапатталған. Орда ауданында 8-ші класс оқып жүрген Қайрат Жұмағалиев пен оның анасы Шымкент облысы Жетісай ауданы Телман елді мекеніне көшіріледі. Оған туған өлке топырағында Капустин Яр зымыранды әскери полигонының сынақтан өткізілуі себеп болған еді. Туып өскен ауылдан жырақта жүрген Қайрат ақынның көкейіндегі жалғыз арман туған жерге оралу болатын. Бұл арман араға 60 жылға жуық уақыт салып барып орындалды. 2009 жылы сол кездегі облыс әкімі қызметін атқарған Бақтықожа Үзмұхамбетов Қайрат Жұмағалиевтің елге оралуына көп көмегін тигізді. Ақынның дәл туған күні, нақтырақ айтқанда 16 қыркүйек күні облыс әкімі Нұрлан Ноғаев Қайрат Жұмағалиевті қабылдап құрмет көрсетті. Жылы шырайлы жүздесу барысында Қайрат аға өңір басшысымен алдағы шығармашылығы туралы ой бөлісіп, ізет көрсеткен інісіне ризашылығын жеткізді. Әкім мен ақынның кездесуінде Нұрлан Асқарұлы Қайрат Жұмағалиев секілді талант иелерін, ақжайық жұрты қашанда құрметтеп, олардың ерен еңбегін бағалай білгендігін тілге тиек етті. Оның шығармашылығының өскелең ұрпақ үшін таптырмас қазына екендігін де атап өтті. 73-ге келдім, ал жақсы осы толдым, жеттім, болдым демей, зейнеткерлікке шықтым демей, әзірде қатарда келе жатырсыңыз, қатардан қалмайсыз. Оның барлығы жастайыңыздан еңбекке араласқан ширақтылығыңыз, өмірге деген құлшынысыңыз, құдіреттің жаратқанның берген табиғаттың таланты сол итермелеп тыным бермей қазіргі кезге дейін туындылары шығып жатыр ғой. Ол жағынан болсын. Әрқашан елдің қамын қолға болсын. Нұрланжан, ол ағамның қорғанысы. Өмірде жаманшылық көрмегейсің. Sen benim aynalayım, nurlarımsın. Әкім Нұрлан бауырымыз қабылдауына шақырып, менің қал жағдайымды сұрап, қал жағдайымның жақсы екенін мен айтып, ол тағы да сізге не керек, не жетіспей жатыр деген сұрақтар қойды. Менде бәрі бар деді. Мен енді әлгі жоқ деген сөздерден аулақпын. Өйткені анашым айтатын, жоқ дей бермеңдер, жоғалып кетесіңдер. Сондықтан да шүкір. Өмірі қиындықпен өткен Қайрат Жұмағалиев бүгінде 70-тің бесеуіне жеткен ақылман аға танды. Ол қазіргі таңда Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде ардагерлер ұйымына жетекшілік етеді. Бұл мекеме облыста шығатын 95 жылға уақыт тарихы бар Орал өңірі мен Приуралия газеттерінің басын біріктіріп отырған қара шаңырақ. Ақын сонымен қатар бас директордың кеңесшісі қызметін атқарады. Қыркүйектің орта шенінде ақынның 75 жас аталмыш қара шаңырақта жоғары деңгейде аталып өтілді. Сол күні ақынның астына ат мінгізіп құрмет танытылды. Жастық кезеңі бейнетпен өрілген Қайрат Жұмағалиев қазір сол бейнеттің зейнетін көруде. Қайрат ағаның әлі де жазар жырлары, айтар ойлары көп. Ол өмірді, махаббатты, ананы, баланы жырлаудан ешқашан жалыққан емес. Жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бер өзің сен табынарым. Анашым шалқып білсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.